Біздің қазақтар Бийскідегі, Кузнецкідегі қалмақтарды білеуіт дейді. Менің ойым осы білеуіт, брут бір сөзден шыққан деймін. Ода қырғыздың нәсілі болмағы таң емес. Ол татарлар ұрысшыл, аңшыл, не болса соны киіп, не табылса соны ішіп жеп жүрген бір тұрпайы халық екен. Олардың орны Енисей Аңқара суының бас жағында болыпты. Солардан аңшылар жыл жүріп, 2 жыл жүріп, қайтатуғын әдеттері бар екен. Сол аңшылардың естіген, көрген хабарыменен, бұрын көрмеген жерге болмаған мақтау айтылатуғын әдетіменен қысы аз, жазы көп дегенге әуелден өздері жер шаруасын қылмай, мал сақтаушы халық болған соң, мал сақтауға жақсы жерге барамыз деп, бұл жаққа қарай неше мәртебе халқы шығыпты. Соның бірі біздің қазақ екен. Қай жерменен келгендігі, қанша жылда келгендігі мағлұм емес. Әйтеуір Алатаудың бөктеріне келіп мекендеп тоқтапты. Арғы жер бұрыннан ұйғыр нәсілді халықтың орнығып, иеленген жері болып, онан әрі бара алмапты. Ол ұйғыр халқының ханы өзіне қараған халыққа есептеп жүріпті. Бұлар қарадық десе де, ішінен дұшпан болып жүріпті. Әуелден өзін өзі билеп, азаттықпен жүрген халық біратола біреуге бағынбақты ауру өріпті. Түбінде оларда моңғол нәсілді болса да, бұларға жат көрініпті. Сол уақыттарда Араптан бұл Орта Азияға дін исламды үйретушілер көп әскерменен келіп, халықты жаңа дінге қаратып жүргендерінде Құтайба атты кісі Қашқарға шейін келіп, халықты исламға көндіргенде, бұлар да мұсылман болдық депті. Сөйтсе де, бұрыннан бақсы балгерге инанып, отқа, шыраққа табынатын әдеттеріменен исламға тез түсінісіп кете алмапты. Ол кезде Шалапұла хат таныған кісісі болса, оны абыз дейді екен. Ол абыз, демек, әуелде шаман дініндегілердің өз молдасына қоятын аты екен. Дүниеде не нәрсенің себебіне көзі жетпесе, сол нәрсені Құдай қылып тұр деп, дін тұтынатуғын әдеттерінің сарқынын бізде кей жерде көргеніміз бар. Келін түскенде үлкен үйдің отына май құйып, отана, майана жарылға дегізіп бас ұрғызған секілді, өлген аруаққа арнадық деп шырақ жаққан секілді. Жазғытұрым әуел бұлт күркірегенде, қатындар шөмішімен үйдің сыртынан ұрып, сүт көп, көмір аз деген секілді. Бұған ұқсаған ырымдар көп еді. Құдайға шүкір, бұл күнде жоғалып бар жатқанға ұқсайды. Сол араптар көшпелі халықтарды Хибаи деп, Хозахи деп атапты. Хибаи дегені киіз шатырмен жүруші деген екен. Хозахи дегені өз жұртында жәні Хозахи деген көшпелі халқы бар екен. Соған ұқсатып айтқан екен. Сол уақытының бір ханы көшіп келе жатқанда бұлардың тіркеулі түйесін көріп, міне, мыналар шыныменен қазақ екен депті. Әдейі қайтқан қазға ұқсайдақ екен деп. Сонымен бұлар өзін өзі де, өзге жұрттар да қазақ атап кетіпті. Бұрын өздерін ұлыс дейді екен де жүре береді екен.